осы аудиторияға келіп сөйлегенмен сіздердің атыңызға өзімнің тәжірибеммен бөліскеніме қуаныштымын. Дәл қазіргі уақытта Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде филология институтында сабақ беремін. Қазақ тілін оқыту бойынша ұлттық бренд негізінде цифрлық ресурстар арқылы қазақ тілін оқыту жоба жетекшісі болған. Бұл жоба 20-23 жылдарда жүзеге асырылды. Одан кейін дәл қазіргі уақытта осы жерде ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша қазақ тілін онлайн оқытуға арналған инновациялық лингва кезектерін платформаны өзін көруге болады. Одан бөлек плей маркетте оның қосымшасы бар. Келесі мобильді қосымшалар. Платформа интернеті. Мұнда мүмкіндіктері суретті сөйлету, мәтін немесе аудио арқылы видео жасауға болады екен. Тегін нұсқасы бар. Қазақша аудио нұсқа болады. Жеке өзіңіздің аудиоңызды апарып қосуға болады. Ол кезде бірақ кішкене. Бұда да видеоны редактор және мәтін дауысқа айналдыруға болады. Қазақ тілі бар. Артықшылықтары субтитр мен монтаж арқылы аватарлары шектеулі екен. Келесі платформа бұл DID деген. Неше тараудан жасалады? Деген сұрақ қойған, балалар жауап беру керек болған. Наурыз мерекесі қай жыл мезгілінде тойланады? Енді осы DID өзгеріп кеткен жоқ екен деп интернеті. Мұнда мүмкіндіктері суретті сөйлету, мәтін немесе аудио арқылы видео жасауға болады екен. Тегін нұсқасы бар. Қазақша аудио нұсқа болады. Жеке өзіңіздің аудиоңызды апарып қосуға болады. Ол кезде бірақ кішкене видноз дегенде субтитр бар, сіздерге көрінбеді ау деймін. Астында жазылған сөз бірінші. Қазіргі уақытта қазақ тілінде өтетін түрлі платформалар көп. Ол икра, сөйлекесе, ертең сөйлеген түрде қорып қалмаймыз ба? Ертең бізді де сөйлетімізді сөйлетіп қойып, басқа мақсатта қолданып кетпес пе екен деген бір қорқыныш пайда болып отыр. Бұл жағында не дейсіз? Иә, бұл қазіргі уақытта өте қауіп-қатер мол дүние болып жатыр ғой. Танымал тұлғалардың бәрін сөйлетіп қазір маркетингте қолданып жатыр. Соған алданып түсіп қалып жатқан адамдар көп. Мысалы, өзім тікелей көргенмін танымал тұлғаларды. Мысалы, басқа соны платформаға байланысты сұрақтарыңыз болса, қазақ тіліне байланысты сұрақтарыңызды бізде осы сіз айтқан қазіргі платформаларды қолданып жатырмыз мектепте. Бірақ жаңа сіз айтқандай ақылы көбісі 5 рет рұқсат беріледі қолдануға. Сосын біз қайта-қайта аккаунт ауыстыру арқылы қолданып жатырмыз десек болады. Енді осы сіз айтқан өнімдерді жарнамалау туралы осы мектептерге келіп енгізу және онлайн оқытудың кеңеюі бәрі білім саласына әсер еткені бізде бәріміз білеміз. Яғни Қазақстанда білім беру саясаты сапалы білімге Дәулетбек Хамзаны шақырамыз сөздің баяндамасымен. Қазақ қыздар педагогикалық университеті. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Хамза Дәулетбек. Бүгін мен баяндамамда қазақ тілін оқытуда цифрлық экожүйені қалыптастыру, яғни жалпы қазіргі уақытта білесіздер екі платформаның плюс жақтарын қарастырып және кемшіліктерін жою арқылы жасалып жатқан үлкен осындай бір платформамыз. Енді қазіргі таңда білесіздер Duolingo қазір көптеген жастардың арасында кең танымал, оны көбісі көреді, өйткені ол жерде өздеріңізге белгілі көп геймификация қосылған, соның арқасында жастар соған қызығады, материал үйренуін дамытатын болады. Және де осы біз қазіргі таңда енді бірінші кезекте осы платформаны асинхронды запуск жасап алғаннан кейін ол жерге біз прямой Zoom платформасын қосуымыз мүмкін. Одан кейін күрделі сөйлемдерді автоматты түрде талқылау сияқты жасанды интеллектке біз аударып берсек деген ойдамыз. Бірақ енді толықтай мұғалімнің орнын ол жерде алып тастай алмайды, өйткені мұғалімнен басқа қазіргі таңда жасанды интеллект білім сапасын толыққанды басқара алмайды. Солай тапсырмаларды дайындап қойып отырмыз. Яғни бізде тек білім алушы мұғаліммен ғана жұмыс жасамастан
практикалық бөлімге кіріп кез келген өмірлік ситуацияларға байланысты мәселелерге байланысты тапсырмаларды орындап жалпы қазақ тілін үйреніп оны толыққанды қолдана алатын мүмкіндікке ие болады. Так, енді мен көп сөз мнение бересіз деген ойдамыз. ақылы болады, Енді бастапқы кезде егер мұғаліммен бірге жүргізетін болса, ол міндетті түрде ақылы болу керек, өйткені мұғалімнің өзінің жұмысы бар ол жерде, жеке жұмыс жасау мүмкін емес, топтық соған байланысты жасайды. Одан бөлек мұғалімнен бөлек олардың өздерінің жеке практика бөлімі болады. Ол жерде ол уже самостоятельно өзі дайындала берсе болады. Ол жерде де көптеген осы сіздерге көрсетіп берген тапсырмалардың түрлері қолжетімді болады. Сонымен қоса бағана айтып кеткендей түрлі ситуацияларға байланысты тапсырмалар да ол жерде қамтиды. Яғни магазинде жолығу, немесе емханаға барып сұрау, жол сұрау деген сияқты қызықты актуальный темалар алынған болады. Алмасам сіздерден ақыл кеңес сұраймыз дейді ғой, өйткені бәріміз бірден ұшпақ қой үйленіп сондықтан. Осы жерде айтып жатқан барлықтарыңыз енді барлығымыз тіл үйретуді көбінен кеңінен қарап жатырмыз, соның барлығын жалпылама айтқан кезде ол бізде кәдімгідей экожүйені біз қалыптастырып жатырмыз, цифрлық экожүйені. Сіз енді IT маманы ретінде қазір енді жасап жатқан жұмысыңыз қазақ тілімен байланысты тұр да. IT ретінде маман ретінде сізге тілдің қандай тілде болса да айырмашылық жоқ па? Яғни тек қана қазақ тілімен ғана байланысты жұмыс жасайсыз. Енді сұрағыңызға рахмет. Негізінен тілге байланысты емес, IT болғандықтан ол біз жалпы ұсынысқа байланысты жасаймыз. Бірақтан қазақ тілін жасауда өте көп қиындықтар бар, өйткені бір сөздің өзі бірнеше мағына беруі мүмкін, соны біз платформаға түсіндіру барысында көптеген қиындықтарға тап болып жатамыз. Сол орайда көбінесе осындай қазақ тілді платформалар жасаған кезде қазақ тілін білетін адамның жасағаны тиімді болады. Егер ағылшын тілін форма жасап көрдіңіз бе тәжірибеңізде? Тәжірибемізде ол тапсырманың актуальностына байланысты ғой, өйткені қазіргі таңда ағылшын үйрететін платформалар өте көп. Егер ол жерге кіретін болсаңыз, ол сіздің ол жерге жалпы жұмсаған финансты ол ақтамай шығуы мүмкін. Сол үшін қазіргі таңда мне кажется самый актуальный тема қазақ тілін үйрететін осы платформаға көңіл бөлу дұрыстау болған сияқты. Бұл сұрақ емес, ұсыныс деймін ба, тілек деймін ба, мен бүгін сіздің баяндамаңыз маған ерекше ұнап отыр. Өйткені біздің тақырыппен астасып жатқан керемет программистермен жұмыс істеу біздің негізгі мақсатымыз. Өйткені енді сіздің жобаңыз үлкен жоба. Біздікімен салыстырғанда, дегенмен сіздің жобаңызда осы жалпы аватар оқытушыларды сөйлету жоспарларыңызда бар ма? Коллаборация туралы өте жақсы нәрсе ұсыныс жасадыңыз. Біз міндетті түрде сіздермен байланысқа шығамыз. Өйткені біздегі программист Азамат деген жігіт осында отыр. Негізгі мақсатымыз бізде осы сіздермен бірдей. Өйткені білесіздер, платформа жасаудың өзі үлкен жұмыс, оған үлкен қаражат жұмсалады. Сіздермен жасап отқан аватар деген жұмыс, ол өте қиын жұмыс. Просто қазір көбісі IT саласын білмегендер оны оңай түрде қарауы мүмкін. Алайда ол жерде распознавание речи, мимикасын келтіру, ситуацияға байланысты дұрыс жауап беру, мағынасы әртүрлі болып кететін сөздер бар. Соларды дұрыс ажыратып білудің барлығын түсіндіру өте қиын нәрсе. Сол үшін мен ойлаймын, осындай үлкен жүйені екі жақ жасаған дұрыс болады деп ойлаймын. Кейіннен экожүйеге қосу барысында екі жақ коллаборация жасап бір платформаға қосатын болса, сол кезде біз көпшілікке тиімді дүние береміз деген ойдамын. Шынымен де бүгінгі алып келген үлкен бір не болып тұр бізге, жаңалық секілді болып тұр. Өйткені IT маманымен бірігіп жұмыс істеу деген өте керемет дүние қазіргі таңда. Қарап отырмын да, енді қазір мына жерде көбейтіп тұр да бәрінде. Енді бағасы қолжетімді бола ма? Мектеп, әр мектепке осы сатып алатындай, мектеп болып сатып алатындай ма, жоқ әлде білім бөлімдері бізге осыны жеке адам ретінде алуға рұқсат бересіздер ма, соны қалай сатылымы қалай жүреді деген сұрақ.
Енді біз енді ол жағын қатты қазір қарастырған жоқпыз, бірақтан көптеген платформаларға ұқсас бізде бір мекемеде толықтай сатқанымыз дұрыс болады деп ойлаймыз. Мысалы толықтай қолжетімділік беру, университет болсын, мысалы мектеп болсын, мысалы көптеген мектептерде орыс тілінде оқитындар қазақ тілін үйренгенімен толыққанды сөйлей алмайды. Сондай орталықтарға біз оны ұсынып көрсетіп қолжетімді бағада ұсынамыз деген ойдамыз. Сіздің баяндамаңызға сұрақтарыңыз бар ма? Иә, жаңағы тесттің өткізу мәселесі дедіңіз ғой, енді менің ойымша Арай ханым дайын шығар өзінің оқушылары не студенттері осы тестті өткізгенге сол тобқа. Иә, бізде әрине керек қой, ол жерде мысалға екі жақты оқытушыға мұғалім онымен дайын болу керек, және сіздер де бір-біріңіздің есіктеріңізді теуіп айқара ашып кіріп сол нәтиже шығаратындай болу керек. Және ол оқушылар алдын ала дайындалу керек та, бірден аласа былай болса ол шалатын емес. Сондықтан Арай ханым ол жағынан бізге қолдау көрсетеді деп ойлаймын, тесттің жағынан, Казак 6 лимит, сенше, казак тигенуирен текмeye.